Ничего қалың киініп ал? Жаурадыңыз ба? Онда қалың киініп алыңыздар. Себебі қалың кимесеңіздер ауырып қаласыздар. Ал біз болса сіздерге керемет видео ұсынамыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Біз болса кеттік. Оңтүстігінде орналасқан материк Антарктиданың орталығы шамамен оңтүстік географиялық пояске сәйкес келеді. Оны Атлант, Үнді және Тынық мұхиттары шуғады. Халықаралық гидрографиялық ұйымының шешім бойынша оңтүстік мұхит деп аталады. Оңтүстік Антарктида материктің ауданы шамамен 14.107.000 км². Оның ішінде мұз қайраңы 930.000 км², ал аралдар болса 75.500 км². Солтүстіктен оңтүстікке қарай ұзындығы шамамен 3000 км, ал батыстан шығысқа қарай 4,5 км. Антарктида бетінің орташа биіктігі кез келген континенттің ең жоғарғысы болып табылады. Суық полюстен басқа Антарктида ең төменгі салыстырмалы ылғалдылыққа, ең күшті және де ең ұзақ жерлерге және ең қарқынды күн радиациясына ие. Антарктиданың ашылуы 18 ғасырда оңтүстік жарты шардың атақты зерттеушісі Джеймс Кук Антарктидадағы ең жақын 67 градусқа дейінгі суық жерді 2 рет кесіп өтті. Бірақ еңселмейтін мұз солтүстікке бұруға мәжбүр етті. 1819 жылы британдық көпес Уильям Смит заманауи шарт бойынша Антарктиданың бөлігі болып табылатын оңтүстік Шетланд аралдарын ашты. 1820 жылы 3 экспедиция континенталды Антарктиданы ашты. 1820 жылы 28 қаңтарда Ресейдің Антарктидалық экспедициясы бастығы және Медный беткейлерінен кейінірек Беллингаузен мұздығы деп аталатын мұздық қайраңға жетіп, көргендерін мұздық материк деп атады. 1820 жылы 30 қаңтарда оңтүстік Шетланд аралдарын зерттеу кезінде британдық штурман Эдвард Брансфилд Антарктида түбегінің солтүстігіне жетті. 1992 жылғы сурет құрлыққа қонған алғашқы зерттеушілер Карсен Боршгренник бастаған норвегиялық полярлық зерттеушілер болды. 1895 жылы олар жағаға қонып, 1899-1900 жылдарда адамдар мүйісіне ұстайды. 1911 жылы Рональд Таунсен пен Роберт Скоттың экспедициялары оңтүстік полюске жете алды. Скотт экспедициясының барлық мүшелері қайтар жолда қайтыс болды. Полюстегі Амундсен Скотт ғылыми станциясы Амундсен мен Скоттың аттарымен аталады. Жалпы алғанда әлемде пингвиндердің 18 түрі бар, бірақ олардың барлығы Антарктида аймағында өмір сүрмейді деп еске алады ғалымдар. Мысалы, сары көзді кішкентай пингвиндер Жаңа Зеландияның жағалауында, ормандарында, Магеллан пингвиндері оңтүстік Америка жағалауында, ал қара табан пингвиндер Африканың байырғы тұрғындары. Ал император пингвиндері жердің ең суық нүктесіндегі Антарктида материгінде мекендейді. Бүгін сол император пингвиндері жайлы сөз қозғайтын боламыз. Император пингвині барлық бауырлас пингвиндердің ең үлкені және ең ауыры. Оның үстіне ұшпайтын құстардың арасында ол да чемпиондыққа үміткер. Дегенмен кейбіреулер оның талаптарын жоққа шығарады. Орташа алғанда императордың биіктігі 122 сантиметрге жетеді, ал салмағы болса 22-ден 45 килоға дейінгі. Барлық пингвиндер сияқты императорлар да өздерінің май денесін ауаға көтере алмайды. Бірақ теңізге түскенде олар 3-6 км/сағат жылдамдықпен 100 метр тереңдікке сүңги алады. 500 метрден астам император үшін су астында су болған рекордтық уақыт 27,6 минут. Құрлықта пингвиндердің жиі қанаттарыменен және табандарыменен белсенді жұмыс істеп, қарындарымен қозғалады. Құстар бірте-бірте құйып, қауырсындарының толық ауыстырылуын жағада шыдамдылықпен күтеді. Пингвиндердің ең қауіпті дұшпандары итбалық, шағала құстары. Пингвиндер өз балаларын өте қатты асырайды. Себебі олар өз жұмыртқаларынан ұзаққа алысып кететін болса, оның жұмыртқасына шағала шабуыл жасап, жұмыртқасын бәрін жеп балапанын өлтіруі мүмкін. Пингвиндердің басқа құстардан ең үлкен ерекшеліктері бар. Себебі олар
60 градусқа дейінгі суық аязда барлығы бір жерде жиналып тұрады. Ол жерде пингвиндер ыстық орта жасайды және ол жерде пингвиндердің балапандары ең ыстық ортаңғы жерлерде орналасады. Себебі пингвиндер барлығы жиналып жатқан жерде ортада өте ыстық температура болады. Және де сырттағы пингвиндер жаурап қалмау үшін олар орын алмастырып, іштегі пингвиндер сыртына шығып, олар осылайша ең қатты суық күндерді үстіп өткізеді. Не деген жанашыр пингвиндер, бір-бірімен өте ұйымшыл, бауырмашыл пингвиндер су астындағы аңшылықтың шебері. Олар тамаша жүргізушілер және олар олжасын қуу үшін су астында таңғажайып маневр жасайды. Драйвинг пингвиндердің аңшылықты жер бетінде немесе мұздан суға сүңгу арқылы бастайды. Олар мұны басымен сүңгіп, суға түсу арқылы жасайды. Жыртқыштарды іздеу пингвиндер өз олжасын мұқият іздейді. Олар балық пен кальмарды аулайды. Олардың негізгі жемінде сардинелла, анчоус және кальмар жатады. Пингвин олжасын байқаған бойда оны қуа бастайды. Пингвинге осы достар келесіде мен Антарктидадағы адамдардың тіршіліктері жайлы және Антарктиданы келешекте қайсы мемлекеттер өз жері қылып алу туралы видео шығаратын боламын. Видеоны тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сау сәлемет болыңыздар.